Кайырлуу күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге дәрумендерге өте бай қызылшадан жасалатын, ешқандай майонез қоспайтын салаттың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Қызылшамызды алдын ала қайнатып, жақсылап тұрып, салқындатып аламыз. Қызылшаларымызды жарты ай тәріздес етіп, жұқалап тұрып тураймыз. Енді бізге қияр керек болады. Қиярды да дәл солай жарты ай тәрізділеп, жұқалап тұрып турап аламыз. Бүгінгі біздің салатымыз дәрумендерге бай салат, сондықтан да жиі қолдануға сіздерге кеңес беремін. Қиярымызды да жақсылап жұқалап тұрып турап алдық. Енді салатымыздың тұздығын дайындайтын боламыз. Ұсақтап туралған сарымсақ және зәйтүн майын құямыз. 1 шай қасық толтырмай табиғи бал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және азғантай ғана тұз саласыздар. Енді оның үстіне ұсақтап туралған укроп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, салатымыздың үстіне құямыз. Бүгінгі біздің салатымызды кез келген қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Өте дәрумендерге бай салаттардың бірі. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз және оның үстіне өздеріңіз ұнататын ас көктерді қолдансаңыздар болады. Осымен біздің бірінші салатымыз дайын болды. Ағзамызға өте пайдалы біздің салатымыз дайын болды. Енді дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен осындай сопақша ыдысқа салдым, өте әдемі көрінеді. Осымен біздің өте дәмді дәрумендерге бай салатымыз дайын. Енді келесі екінші салатымызды дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязды және сарымсақты салып, жақсылап тұрып, қызарғанға дейін қуырып аламыз. Пиязымызды 3-4 минуттай қатты отта жақсылап тұрып, тұз салып қуырып аламыз. Енді қызылшамызды өткіштен өткізіп аламыз. Қызылшамыз піскен бізде. Дәрумендердің қайнар көзі болып табылатын қызылшадан неше түрлі салаттар жасасаңыздар болады. Міне біздің қызылшамыз дайын. Енді оның үстіне ас көктерімізді саламыз және қуырылған пиязымызды саламыз. Аздап бұрыш қоссаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді дәрумендерге бай салатымызды ыдыстарымызға салып, дастарханымызға бірден ұсына берсек болады. Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге ағзаларыңызға өте пайдалы қызылшадан 2 түрлі салат жасап көрсеттім. Міндетті түрде сіздерде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен, жақындарыңызбен менің каналымды бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты видеолар бар. Барлығы сіздер үшін, барлықтарыңызға ас болсын.